Біздің тоғызқұмалақ ойынымыз өте ежелден келе жатқан ата-бабаларымыздың ойнаған ойыны. Бұл ойлау қабілетті өте жақсы дамытады. Ойыншыларды шыдамдылыққа, ептілікке, ойлау қабілетін дамытуға өте әсер береді. Тоғызқұмалақ ойыны енді өздерің білетіндей, әр ұяшықтарда 9-9-дан салынады. Ұлттық құндылықтарды насихаттап пайдалана отырып, осы тоғызқұмалақ ойынын таңдадық. Маған тоғызқұмалақ ойыны өте қатты ұнайды, себебі ол адамның ой қабілетін, төзімділігін, шыдамдылыққа деген әсер етеді. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойындарының бірі. Қазақ халқы ежелден асық ойынын ойлап келген. Асық ойыны күндіз де түнде де ойнала береді. Күнді таңдамайды. Асық ойынын күндіз ойнасақ мергендікке, шапшаңдыққа баулиды. Ал асық ойынын түнде ойнайтын болсақ, мергендікке баулиды. Асық ойынын өте қатты жақсы көремін. Мен оны бала кезімде ойнаймын. Асық бізге мергендікке, дәлдікке үйретеді. Сіздерге бұл ойынымызды үйрету мақсатында қазіргі кезде осы ана өздеріңіз ойлағандай тоғызқұмалақ ойын ойнадық, асық ату ойын ойнадық, қыздар бес асық ойын ойнадық. Ләңгі қолында ұстап тұрған. Ләңгіні ойнағанда білеміз бұл балда. Қорғасынан жасалады, қойдың терісінен немесе үйдегі мал жануардың терісінен жасалынады. Ойнағанда аяқпен. Юга, юга, я, юга, шіркін ай.